Народный банкке келіп, өзімнің страховой ақшамды қайтарып алдым. Бізде банкте кредит алған кезде, банктегілер бізге нені айтпайды. Біз банкке барамыз, кредит аламыз. Кредит алған кезде еш нәрсе сұрамаймыз. Бірден жаңа страховканы қосып жазып жібереді бізге. Сол страховканы қалай қайтару керек? 14 күннің ішінде, мысалы мен Народныйдан кредит алдым. Сосын Халық Лайф деген бар, Народный страховой компаниясы. Яғни сол компания, яғни екеуі бірге бірлесіп отырып, бізден жаңада страховка алып қалады. Сол страховканы 14 күннің ішінде мен Халық Лайфқа келдім, өзімнің претензияларымды айттым. Сосын маған айтты, жаңадай Народныйдан паспорттың көшірмесін ал, сосын 20 цифраны ал деді. Соны мен кәдімгі приложение бар ғой, Народныйдың, соған кірдім да алдым приложениесін, сосын өздерінің почтасына жібердім. Сөйтіп 14 күннің ішінде ертерек келгендіктен 2 аптаның ішінде ақшам түседі екен. Енді өкініп тұрғаным, алдыңғы кредиттерім босқа кетіпті, страховкалары босқа кетіпті, соған өкініп тұрмын. Страховканы алу ондай қатты проблема емес екен, тек жаңағыдай келсем болды. Барлығын өздері жазып, өздері береді, тек қана қол қоясың, болды, оңай екен. Алдағы уақытта Каспий банктың страховкасы жайлы зерттейтін боламын.